Қазақтар өздерімен өздері жай жатқан ел. Бірақ та оларға келіп ұрынатын елдер көп. Мысалы жоңғарлар. Жоңғар деген сөз жунгар деген мағынаны білдіреді. Зюнгарлар, яғни жоңғарлар, Шыңғыс ханның сол жақ қанаты болған, ал оң жақ қанаты бұранғарлар болды. Жоңғар атауы 12 ғасырдан бастап белгілі. Жоңғарлар қазақтарды шығыс жағын мекендеген. Негізінен қазақтар мен жоңғарлар ата-жау деген ұғымдар көп. Қазақтар Шайбан әулетінен дербес мемлекет болып шыққаннан бері жоңғарлар қазақтарға тыныштық бермеді. Енді біз 18 ғасырға оралайық. Қазақтарға шабуылдау себебі: біріншіден, қазақтарда шұрайлы мал жайылымдары көп болған, ал жоңғарларға сол мал жайылымдарын иелену керек болатын. Ал екіншіден, қазақтарда сауда жолы болған. Ал үшіншіден болса, еділ қалмақтарымен байланыс орнатқысы келді. Төртіншіден, қазақтарды жаулап алып, оларға салық төлеткісі келді. Енді біз соғыстың барысына көз жүгіртсек. 1710 жылы Қарақұмда құрылтай өткізіледі. Және ол құрылтайда Әбілқайыр хан қолбасшы болып сайланады. Десе де қазақтардың бірікпеуі салдарынан қазақтар жеңіліске ұшырайды. Олардың қарулары біздікіне қарағанда мықты әрі жетік болады. Оның үстіне оларға швед Йоганн Густав Ренат зеңбірек жасауды үйреткен болатын. Одан кейін 1723 жылы 20 мың әскермен еділ қалмақтарын талқандайды. 1724 жылы Түркістанды азат етеді. Содан кейін 1726 жылы Ордабасы тауында екінші құрылтай өткізіледі. 1728 жылы Бұланты шайқасы өтеді. Осыдан кейін шешуші шайқас 1730 жылы болады. Ол шайқас тарихта Аңырақай деген атпен белгілі. Себебі қазақтардың жоңғарларды аңыратып кеткен жері болатын. Қазақтар осы шайқастан кейін жоңғарларды өз жеріне қуады. Десе де қазақтардың көрген зардабы аз емес. Мысалы, Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама деген атпен белгілі. Осы кезде қазақтардың 1/3 бөлігі қырылған болатын. Кейбір деректерде жоңғарлар мен қазақтар неге бірікпеді деген сөз бар. Оған мысал екеуінің екі түрлі дін ұстанымы мен Қалтан Сереннің өлімі негіз болып табылады. Енді осы жағдайдың бәрін ескере отырып, қазақтардың жеңілу себептерін анықтайық. Қазақтардың жеңіліп, Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұламаға душар болуының бірнеше себебі бар. Біріншіден, қазақ жүздері бытыраңқы еді. Қазақ хандығының басшылығында ауызбіршілік болмады. Екіншіден, жоңғарлар бұл шабуылға өте тыңғылықты әрі мұқият әзірленген еді. Оның үстіне шабуылдың басталатын уақытында ауылдар бір-бірінен алыс, қыстаудан көктеуге көшіп шығар абыр-сабыр кез болады. Үшіншіден, қазақтар қатты жұтқа ұшырағанды. Жорыққа мінетін жөні түзу ат жетіспеді. Төртіншіден, аймақта қалыптасқан осындай геосаяси жағдайды жоңғарлар дұрыс әрі мұқият ескере білді. Қытаймен бейбіт келісім жасасты. Бесіншіден, шабуылдың тұтқиылдан жолдан жасалу факторлары да қазақтарға қолайсыз әсер етті. Алтыншыдан, жоңғарлар жақсы қаруланған болатын, әрі соғыс қимылдарын қалай жүргізудің мол тәжірибесіне де қанық еді. Осы жағдайдың бәрі де қазақтардың Ресей империясына қосылуына себеп болды.